Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Және міндетті түрде тіркел. Бүгін 8-ші сыныптың зат массасының сақталу заңы тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ: зат массасының сақталу заңының теориялық және практикалық мәні қандай? Бірінші сұрақтың жауабы: зат массасының сақталу заңының теориялық және практикалық мәні зор болып табылады. Себебі реакциялардың жүруі осымен тығыз байланысты болады. Екінші сұрақ: атом молекулалық ілім тұрғысынан зат массасының сақталу заңын түсіндіріңдер. Екінші сұрақтың жауабы: атом молекулалық ілім тұрғысынан массаның сақталу заңын былай түсіндіруге болады. Химиялық реакциялар нәтижесінде атомдар жойылмайды және жаңадан пайда болмайды, олар тек қайта топтасады. Реакцияға дейін және кейін де атомдардың саны өзгермейтін болғандықтан массалар да өзгермей қалады. Үшінші сұрақ: мына мысалдар зат массасының сақталу заңына қайшы емес пе? А. Ағашты жаққанда қалған күл массасы жанған ағаштың массасынан әлдеқайда ауыр. Жағдайы: тат басқан шелектің массасы сондай жаңа шелектен біраз жеңіл. Үшінші сұрақтың жауабы: жоқ, аталған мысалдар зат массасының сақталу заңына қайшы келмейді. Бірінші жағдайда отынның негізгі бөлігі, яғни СО2 көмірқышқыл газы пайда болып, ауаға ұшып кетеді. Ал екінші жағдайда тот басқан кезде оттегі темірге қосылады және осыған байланысты темір оксидтерінің массасы темірдің массасынан көп болады. Яғни ол ауадағы оттегінің әсерінен ауырлайды. Төртінші сұрақ: химиялық реакциялар кезінде атом сандары өзгере ме? Төртінші сұрақтың жауабы: химиялық реакция кезінде атом сандары өзгермейді. Бесінші сұрақ: химиялық реакция барысында бір элемент екінші бір элементке айнала ма? Бесінші сұрақтың жауабы: химиялық реакция барысында бір элемент екінші бір элементке айналмайды. Алтыншы сұрақ: зат массасының сақталу заңы орындалмай тұр, неліктен? Мұның құпиясы неде? Алтыншы сұрақта сіздерге магнийдің жану реакциясының теңдеуі берілген, алайда бұл химиялық теңдеу бізде дұрыс жазылмаған. Себебі бастапқы өнім магний бізде біреу, реакциядан кейін де біреу, ал оттегі реакцияға дейін екеу, реакциядан кейін біреу болып табылады. Сондықтан бұл химиялық реакциялық теңдеуді теңестіреміз. Яғни магний оксидінің алдына 2 коэффициентін қоямыз. Сол кезде бізде реакцияға дейін 1 магний, реакциядан кейін 2 магний болып кетті. Сондықтан реакцияға дейінгі бастапқы магнийдің алдына 2 коэффициентін қоямыз. Молекулалық массаларын жазып қойған. Алайда бұл теңдеуде дұрыс емес. Себебі осы элементтердің алдындағы коэффициенттерін олардың атомдық салыстырмалы массаларына көбейтеміз. Яғни 2 көбейтілген 24, 2 көбейту 42 көбейтулерді орындаймыз. Сонда 48-ді 32-ге қосамыз. Нәтижесінде бізде 80 шығады. Бізде бастапқы заттардың массасы 80-ге және өнімнің де массасы 80-ге тең болып тұр. Бұл жерде зат массасының сақталу заңы орындалып тұр. Ал кітаптарыңызда орындалмай тұрған себебі химиялық реакция теңдеуінің теңестірілмегенінде болып табылады. Бірінші есеп: массасы 60 грамм темір ұнтақтарын 32 грамм күкіртпен қосып қыздырды. Түзілген қара қоңыр кристалдан темірді бөліп алуға бола ма? Алынған реакция өнімінің массасы неге тең? Бірінші есептің берілген жазып қойдым. Енді шешуіне кірісеміз. Феррум қосылған S түзеді, феррум S. Бізде есептің берілгенде темірдің массасы 60 граммға тең, бірақ оның молярлы массасы 56 граммға тең. Күкірт бізде 32 граммға тең есептің берілгенінде, және оның салыстырмалы молекулалық массасы да 32-ге тең. Бізде феррум S-ті табу қажет, ол X грамм, ал оның молярлы массасы 88 граммға тең болып табылады. Есепті шығару үшін ең алдымен бастапқы заттардың зат мөлшерін тауып аламыз. Зат мөлшерін табу үшін массаны молярлы массаға бөлеміз. Ең бірінші күкірттің зат мөлшерін табайық. Ол үшін 32 граммды 32 граммға бөлеміз. Нәтижесінде 1 моль шығады. Келесі темірдің зат мөлшерін табамыз. Ол үшін 60 граммды 56 граммға бөлеміз. Нәтижесінде 1,7 моль шығады. Бізде есепті әрі қарай шығару үшін ең кіші зат мөлшерлі элементті, яғни затты алатын боламыз.
Осы жерден x-ті табамыз. X тең болады 88 көбейтілген 32 бөлінген 32. 32 мен 32 қысқартылып кетеді де, нәтижесінде бізде 88 грамм шығады. Шыққан өнім қара қоңыр кристалдан темірді бөліп ала алмаймыз. Осымен біліміңді тексер тапсырмалар аяқталды. Егер видео ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды және тіркелуді ұмытпа.